Армысыздар, қадірлі көрермен. Бүгін сіздерге қазақ отбасында жиі кездесетін, көпшіліктің жүрегіне жақын бір оқиғаны әңгімелеп беремін. Бұл жалғыздықтан шаршаған ананың тағдыры, келін мен ене арасындағы түсініспеушілік, ұлдың екі оттың ортасында қалған сәттері туралы болмақ. Бір қарасаң, бәрі қарапайым тұрмыс жағдайы сияқты. Бірақ дәл осындай ұсақ түйектен үлкен өкпе, үлкен қақтығыс туып жатады. Соңында кімнің дұрыс, кімнің бұрыс екенін айту да қиын. Әңгімені бастамас бұрын арнама жазылып, пікір қалдыруларыңызды өтінемін. Айман апа қалаға қарай баратын ескі автобустың терезесінен сыртқа қарап келе жатты. Таңғы салқын, жел ішке кіріп, жүдеу жүзін сипағандай болды. Ол қалаға жиі қатынайтын. Өйткені жұмыссыз отыра алмайтын. Ал әлі зейнетке шығуына 5 жылдай уақыт бар еді. Балалары үлкен қызы Гүлнар, ұлы Қайрат қалада тұратын. Бірақ Айман апа олардың отбасына артық жүк болғысы келмейтін. Алғашында қызы Гүлнардың үйіне келіп жүрді. 2 бөлмелі шағын пәтерде күйеуі мен 2 баласы тұратын. Басында бәрі жақсы сияқты еді. Бірақ уақыт өте келе қолайсыздық көбейіп, қызы мен бірге тұру қиындай бастады. Бірде демалыс күні Айман апа баласына қоңырау шалды. Қайрат, балам, мен 2 апта сендердің үйлеріңде тұра тұрсам болады ма? Деді ол шашыраңқы даусымен. Неге, мама? Сен Гүлнарде жүредің ғой? Деп таңғалды Қайрат. Оған қонақтары келді, орын жоқ. Қазір жолда 1-2 сағаттан кейін жетеді, деді Айман апа. Әдеттегіше кейбір сәттерді соңғы сәтте хабарлайды. Қайрат қасында отырған әйелі Айгүлге қарап қойды. Ол әңгіменің бәрін естіп отырған. Әйел қабағын түйіп, үндеместен ас бөлмеден шығып кетті. Қайрат оның нақты келісімін түсінбей, екі ұшты күйде қалды. Жарайды, келіңіз, мама, деді ол терең күрсініп. Шамалы уақыттан соң Айман апа 2 үлкен сөмкесімен табалдырықтан аттады. Шаршаған кейпімен дәліздегі орындыққа отыра кетті. Айгүлдің жүзіне қарап бәрін сезуге болатын. Ол бұл қонақты қуана қарсы алмайтыны анық еді. Дегенмен сыпайылық танытып, әрине, орын табамыз. Мүмкін сізге ас бөлмеде жатқан ыңғайлы болар. Өйткені Мадина түнімен жылай береді, деді. Айман апа басын изеп келісті. Бірақ іштей реніш бар еді. Қызметтен шаршап келгенде ас бөлмеде қонуы да жеңіл емес еді. 2 апта осылай өтті. Айман апа жұмыстан кеш келетін. Таңғы 7-де қайта шығып кететін. Бірақ соның өзінде ене мен келін арасындағы ұсақ түйек келіспеушіліктер бола берді. Айгүлдің кішкентай қызы Мадина өте мазасыз еді. Анасы түн ортасында ғана ұйықтап, таңға жуық көз ілетін. Ал дәл осы сәтте Айман апа жиналып,
жұмысқа кететін. Әдеттегідей Айгүлді оятып қоятын. Кейде Айман апа, маған бір кілт берсең, сендерді мазаламай өзім кіріп шығар едім дейтін. Бірақ Айгүл қысқа ғана жауап беретін. Артық кілт жоқ. Осылайша қайын ене мен келіннің арасында көзге көрінбес салқындық түсті. Кейін Айман апа ауылына қайтып кеткенде, Айгүл бұл жайлы күйеуімен сөйлесті. Мені қинайтыны, сенің анаң ешқашан алдын ала ескертпейді. Бірден келеді де, бізді қиын жағдайға қалдырады. Гүлнарға барғанда ол міндетті түрде алдын ала келседі екен. Ал бізге неге бұлай? Деді ол ренішпен. Қайрат иығын қиқаң еткізді. Білмеймін, сен тым ауыр қабылдап жатырсың, деді де қойды. Көп уақыт өтпей-ақ жағдай қайталанды. Бұл жолы Айман апа қайтадан қалаға келді. Бірақ ол Гүлнардың үйіне қоныстанды. Бір күні Айгүлге шұғыл шаруамен дәрілерге бару керек болды. Күйеуі жұмыста. Амалы таусылып, ол енесіне қоңырау шалды. Айман апа, 2-ақ сағатқа Мадинаға қарасаңыз, деді жалбарынып. Қызым, болмайды, деді енесі бірден. Сағат 5-ке таман Гүлнар салонға бару керек. Ал сен ертерек келесің бе, келмейсің бе белгісіз, деді. Айгүл қапаланып, көз жасына ерік берердей күйге түсті. Енесінен үміт күткен еді, бірақ ол көмектесуден бас тартты. Соның салдарынан дәрігерге бару жоспарлары күйреді. Кешке күйеуіне бұл жағдайды айтқанда, Қайрат аса мән берген жоқ. Мама да себепсіз бас тартпаған шығар. Гүлнардың да жұмысы бар ғой, деді ол жайбарақат. Айгүл іштей күйініп, бірақ дау шығара бермеді. Дегенмен бұл реніш есінде қалды. Бір аптадан соң Айман апа тағы да қоңырау шалды. Балам, қонаққа орын жоқ. Маған бүгіннен бастап сендерге баруға тура келеді, деді асығыс дауыспен. Айгүл бұл әңгімені естіп отырды. Жоқ, деді ол шегелеп. Бізге де қонақ келеді, орын жоқ. Қайрат аң-таң болды. Қайдағы қонақ? Деп сыбырлады ол әйеліне. Сенің апаң да ешқашан ескертпей қояды ғой. Ендеше бізде солай айтайық, деп қысқа қайырды Айгүл. Айман апа амалсыз күрсінді. Ол бұл түні танысының шағын құрылыс вагончегіне түнеп шықты. Кейін Гүлнар ағасына қоңырау шалып, қатты реніш білдірді. Қалай ғана анамызды далада қалдырдыңдар? Қайда кетті мейірімдерің? Қайратты ашуланып, сен өзің орын таппай шығардың ғой, неге бізді кінәлайсың? Деді. Осы жанжалдан кейін Айман апа біраз уақыт балаларының үйіне бармай реніште болды. Қайрат та, Айгүл де, Гүлнар да бір-біріне ренжіп жүрді. Әрине, әркім өзін дұрыс санады. Десе де қазақ қоғамында ананың орны бөлек, мәртебесі ерекше. Халқымыз ана өмірдің бастауы, тіршіліктің шамшырағы деп бекер айтпаған. Жаратқаннан кейінгі ең ұлы құрметке лайық ол ана. Әлбетте, Айман апаның әрекеттері кейде қолайсыз көрінуі мүмкін. Бірақ ол жалғыздықтан шаршаған, балаларынан
жылылық іздеген ана. Оның әр қадамының артында мейірім мен қамқорлыққа деген мұқтаждық жатыр. Ал Қайрат пен Айгүлдің жағдайы да түсінікті. Жас отбасы, өз тұрмысын құрып, шағын пәтерде баламен әбігер болып жүргенде, енесінің кенеттен келуі оларға қиынға соқты. Бірақ қалай болғанда да ананың көңіліне қаяу салу үлкен күнә, ауыр жүк. Бұл оқиға тек бір отбасының тарихы ғана емес, бұл көп қазақ отбасының шындығы. Ата мен бала, ене мен келін арасындағы түсініспеушіліктердің түпкі себебі бір-бірін алдын ала ескертпеу, сабыр мен сыйластықтың жетіспеуі. Нағыз даналық кімнің кінәлі екенін іздеуде емес, бір-бірін түсініп, сабыр қылуда. Баланың парызы анасын құрметтеу, ал ананың даналығы баласының шаңырағына ауыртпалық түсірмей, оған демеу болу. Сонда ғана шаңырақ шайқалмайды. Ұрпақ арасындағы алтын көпір мызғымайды.